Қоғам дамуының негізі заң мен тәртіп. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тәртіпке бас иген құл болмайды. Ал осы ұстанымды шын мәнінде қалай түсінеміз? Шымкент қаласының тұрғындарынан сұрап көрейік. Сіз заң мен тәртіпті сақтайсыз ба? Қазақстан азаматы болғаннан кейін заңға бағынамыз, Саламатсыздар ма? Сіздер заң және тәртіп дегенді қалай түсінесіздер? Заң ішкі мәдениет, адамның өз-өзіне құрметі деп ойлаймын. Және адамның ішкі өзінің заңдары. Жалпы заң мен тәртіпке бағынасыз ғой, сақтайсыз ғой? Иә. Сіз? Иә. Заң мен тәртіпті бағынасыз? Бағынамыз. Сіз өзіңіз заң мен тәртіпті сақтайсыз ба? Иә, әрине сақтаймын. Сіздің ойыңызша осы заң мен тәртіпті кім қамтамасыз етуі тиіс? Тек мемлекет қана емес, әр адамның міндеті деп ойлаймын. Сіз заң мен тәртіпті қалай түсінесіз? Заң мен тәртіп деген ол қалай түсінсем болады. Жол ережелерін сақтау, далаға қоқыс тастамау, заңға бағыну ғой, бір сөзбен айтқанда. Сіз өзіңіз тәртіп сақтайсыз ғой, заңға бағынасыз ғой? Әрине заңға бағынамыз. Қазақстан Республикасының азаматы болған екен, заңға бағыну бізге бәрімізге берілген ол парыз деп қоя саламын. Иә, мен Қазақстанның азаматшасы ретінде заңды сақтаймын. Рахмет. Заң мен тәртіп қоғамның айнасы. Әрбіріміз өз орнымызда жауапкершілік танысақ, болашағымыз жарқын болары анық. Шымкент тәртіпті қала болсын.